Уақытша неке. Өмірде болған ой саларлық оқиға. Сай сүйегін сырқыратқан зарлы жоқтаудан Күлшаттың тұла бойы түршігіп кетті. Қос құлағын тас қып басып, маң далаға тұра қашқысы келді. Ажал айтып келмейді деген рас екен. Бәрі де күтпеген жерден тіпті ойда жоқта болды. Әкесі кенеттен көз жұмды. Ауырмай сырқамай, қақ соқпен ісі жоқ, өз шаруасына мұқият, ешкімнің ала жібін аттамаған адал адам еді. Ұйықтап жатып тұрмай қалыпты. Ауырса да ыңқыл-сыңқылын білдірмей, аяқ үсті жүре берді ме, кім білсін. Әлде мінезі тұйық адам, күйкі өмір, күйбең тірліктің күйзелістерін жұдырықтай жүрегіне жиып жүрді мекен. Байыпты күйеуіне өмір бойы арқа сүйеп, сыртқы шаруамен ісі болмаған байғұс шешесі есеңгіреп есінен танып қалды. Тап бір ашық күнде төбесінен жай түскендей. Үйінің төрт қабырғасы төрт жаққа құлап түскендей. Азынай соққан суық желдің өтінде шеттей бала-шағасы панасыз қалған жаннан бетер. Енді қайтсын? Күлшаттан басқа бас көтерер ешбірі жоқ. Оның өзі студент. Университет табалдырығын аттағанына әлі жарты жылда толмаған еді. Байғұс әйелдің бар қолынан келері күндіз түні келген-кеткенмен көрісіп, зар еңіреп жылау болды. Тіпті соңғы күндері аш күзеңдей бүгіліп, бас көтермей жата береді. Тіпті жылай-жылай дауысы да шықпай қалды. Қасындағы талайды көрген туыс кемпірлер: «Күнтай, қарағым, құр жылай берме, дауыс салып жоқтау айт. Шеріңді шығар, ішіңде тынып қалса, кейін қиын болады. Ертең жұрт есіл азамат жоқтаусыз кетті деп сөз қылар. Былай деп айт» деп, кісі аяғы сәл саябырлап, өзді-өзі қалған сәтте қаумалап жатқан. Күлшат үйдегі баланың тұңғышы болатын. Титтейінен кемпір шалдың бауырында өсті. Ата әжесінің көзі тірісінде Күнтайды анамау демей атымен атайтын. Әкесі марқұмның кәде қауметін атқарып болып, қалаға қайтар күні аяныштан ет бауыры сұмдық езіліп тұрса да, сол бұрынғы әдетіне салып: «Күнтай», деді қатқылдау үнмен, «мен сені тым тәуір әйел ғой деп жүрсем, жаман біреулер құсап, мырқылдап жылай бердің ғой. Болды, жетер енді, мұнша баланы қалай жеткіземін деп уайымдама. Құдайдан аман жүрсем, бәрін өзім өгіздей өрге сүйреймін», деді ол тәуекелге бел буған кесімді үнмен. Тік мінезді адуын енесі тіріліп келгендей селк етіп ес жинаған Күнтай жылай-жылай ісіп кеткен көзін әзер ашып: «Тентек қыз-ау, сен жолы жіңішке қыз баласың ғой, қайтып өрге сүйремекшісің. Кейін күйеуің, ата-енең не дейді?» деді қарлығыңқы үнмен. Күлшат екі қолын айқастыра құшақтап қасқая қарап тұрды да: «Саспа, күйеуге шықпаймын», деді де есікті сарт жауып, темір жол станциясына апаратын салдырлақ сары автобусқа мініп, қалаға тартып кетті. Жаманат хабар құлақтарына тиісімен қаралы шаңырақтың қайғысын бөліскелі, үздік созық жан-жақтан ағыл-тегіл келген ағайын жекжат дастархан басында тым-тырыс шай сораптап отырған. Қаршадай қыздың сертке бергісіз сол сөзін естіп, бәрі тегіс жағасын ұстады. Құдай-ау, сонда әлі 18-ге толмаған бала екен ғой тіпті. Міне, содан бері де қанша жыл өтті. Күлшат ешкімге салмағын салмай оқуын жақсы бітірді. Өзінің ет тірілігімен тырмысып жүріп, сүт бетінің қаймағындай кілең игі жақсылар бас қосқан үлкен қалада қызметке қалды. Жатақханадан орын алды. Жас маман ретінде соның жалғыз бөлмесі өмірі адамнан айырылмайтын. Адам болғанда бөтен біреу емес, үйелмелі, сүйелмелі өзінің інілері ғой.
Бірінен соң бірі араға жыл аралатпай ауылдан кеп жататын. Бәрі де өз білімдерімен оқуға түсті. Сосын араға жылдар салып, дипломдарын алып, қайтадан елге кетті. Солардың тамағы да, киімі де қашаннан Күлшаттың мойнында еді. Қандай қиналса да, сырт көзге сыр бермейтін, былай қарасаң төрт құбыласы түгел адам сияқты. Кигені жұртта жоқ былғары қара плаш. Жасанды тері емес, кәдімгі былқылдаған таза былғары. Етегі төгілген елтірі тон. Шіркін, елтірі болғанда қандай, сарғыш сұр алтындай құбылған тас бұйра қара көл. Ойпырмай, дүниенің бәрі қат. Заман ауысып жатқан аласапыран жылдары ондайды кигенде арманда, кимегенде арманда. Қайдан алды дері бар ма? Бірде Күлшат жолы түсіп нағашысы ағасының ауылына барған. Ол кісі құм ішіндегі қойшыларға автодүкенмен тауар сататын. Бұрын кеңес үкіметі кезінде барса үйінде тұмсығы қайықтай үлкен-үлкен былғары мәсілер мен қазанбас генералдарға шақ қаракөл папахалардан көп нәрсе жоқ екен. Бәрі шаң басып қоймада жатып қалған тауарлар ылғи. Кезінде бастықтар ғана киген, қазір сәннен қалған. Тіпті ауылдың мыжырайған шалдары да бастарына сұқпайтын қаракөл бөріктер мен кішігірім кемпірлер ішіне қолп етіп түсіп кететін кең қонышты мәсілерден Күлшат мол қылып сатып алды. Болар болмас тиын тебенге шешесі